өткен заманда діннің соңы ауанда жедел байсың жерінде қонат деген елінде байгөр деген бай болыпты, 4 жыл сай болыпты, 90 мекен қорасы, мұрындық нұқтай тимеген, түйіршілер мінбеген, 80 мекен баясы, жылқырап жатқан жылқы тұрғай саймын жылқы, есебі жоқ көп жылқы, жедел байсың даласы, өз алдына бір бөлек тоғысымен қарасы, андай ол көрінген болысымен аласы. Соншама байым солда, жоғы дердің баласы. Алан өзі бермесе, пенден бар ма жарасы. Атадан жалғыз ереді, ендірген ердің біреді. Жоқ еді ағасы, Қотай деген туысқан, немереме шөбірек, екеуінің арасы. Азырақ баян еткен құлақсап болған қарашы, сол уақыттар болғанда 80-ге жас туғанда кетем деп байғұс арманда, қайғыр болып қамықты, берелімсіз болып қалғанға. Құбыл аға бас беріп, екі көзге жас беріп, байгөр қаққан алымда, амандығындай жанымда. Bir баланың жоғынан зұлымдық қылманай. Bir баланың жоғынан ағайым жейді малымды, айналайын атынан жатқан жалғыз олайым. Bir баланың жоғынан зұлымдық қылды манайым, өкініп құла сөрейді, баласы бұл ағайым. Көретін күнім болар ма, көзім жасым құдайым, сүйгім бітті жазық бол, досым кетті қашық бол. Көретін көзім көр болды, бір перзентке асық болып, аққан жасын те алмай, перзенттің зары өтеді. Баласы көп адамның. Әркімге ақы кетеді. Байгөр қобас деген сөз сүйгіне өтеді. Жаратқан жаппар құдайым, перзенттерді зар қылып болғанша, жаратпасаң кетеді. Байгөр осылайса жүрді жылап, құдайдан күні түні бала сұрап. Сүйегі сырқылайды байгөрге, бұны естіген жан салып құлақ. Көз жасы байгөрдің бетін жуды, көрмей-ақ өтем бе деп үйден туды. Сол күнде Қотайына аяқ салған, тезекші қара күнде бір ұл туды. Байгөрі осылайша ойлайды ойды. Қайғыны ішіндегі бәрін қуды. Туғандай тумаса да. Туғанда тумасан да қылайын. Жоқ, бұл емес. Ине алып келіп қылды тойды. Туғанда тумаса да қылайын деп, ұлтан деп сол баланың атын қойды. Бір түрлі болды нұсқасы. Бойында мынау баланың алдындағы жасылар келбетіне қараған. Кеудесі болды кепеде, мұны болды төбеде. Күректісі кеппенде кернердегінің тесігі жүннен түйе өткенде. Басқан Құлағы болды қарқандай, қалқандай, мұрнына қарасаң сығымдаған талқандай, көзі терін зындандай. Басқан ізін қарасаң, көрнеді өттің орындай, аузы үлкен ошақтай, аузы түсі пұшақтай, бір батыр болды сол күнде. Ер жеткен соң күніне, малда жанда нем бар дед, намаз дегер болғанша жолата қойды үйіне. Жалғасын мен жаттап болғаннан кейін көресіз.